өте қуанышты жаймен жиналып отырмыз. Біздің академияда 500 балаға жуық балалар оқиды. Солардың бәріне бүгін керекті киім жабдықтармен қамтамасыз етілдік. Сол себепті біздің Шығыс Қазақстан облысының спорт управление басшысы Мажанов Асқар Байжігітович өзі келіп, және де өзіміздің капитан және тренерларымыз бәріміз осы балаларға соны табыстадық. Өскемен клубын айта кетсек, бұл Шығыс Қазақстан облысынан биыл ашылған жаңа клуб, 23 жылы декабрьда ашылдық. Содан бері біздің командалар 1-ші лига, 2-ші лига, 3-ші лигада қызмет еткелі жатыр, ойнап келе жатыр балалар, және біздің футбольный центр. Тағы да айта кетерлік жаңалықтардың бірі, осы сіздер көріп тұрғандарыңыздай, бізде запасное поле бар. Соны бұйыртса ертеңнен бастап ауыстырады. Хочу сказать большое спасибо вашим родителям за то, что они приводят на футбол, да, и исполняют вашу мечту. И я думаю, что в скором вы станете знамениты и будете исполнять мечту своих родителей. Үш ұлымда осы футбольный клуб Алтайға қатысады. Форманы осы Алтайға кіргеннен бері үлкен ұлым бірінші жылдар ала бастаған, где-то 2016-17 жылдар сол кездерде. Содан кейін жоғалып кетті. Экипировка нелер беру. Міне биыл енді қайтадан өте қуаныштымыз өстіп. Осы әкімшілікке, спорт комитетіне үлкен рахмет, ата-аналардың атынан.